Assalamu alaikum, құрметті қазақ елі. Бүгінгі видеода сиыр етін мүшелеп бұзу және оны шабу туралы болады. Каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мынау біріншіде сиырдың алдыңғы қол етін мүшелеу. Видеоны мұқият қарап, өздеріңіз осы бойынша бұзсаңыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Бір-екіден кейін үйреніп кетесіздер. Жалпы ет бұзу, етті мүшелеу, оны табаққа салуды әрбір еркек білуі міндет деп ойлаймын. Қонақ күтуде өте керек нәрсе. Жіліктен етті бөліп алып, сом етіп қалдырады да, мына жілікті екіге жауып тастайсыздар. Еттің араларын ашсаңыздар, түсінуге де өте жақсы. Түймішілікті бөлек алып тастаймыз. Жауырынды өзің қалауыңызша кастрөлге сиятындай жауып тастайсыз. Еттердің арасын тілу өте маңызды. Біріншіден тұсыну және де пісуіне де. Мынау белдемен осылайынан біз салып еттерін кесіп алсаңыздар, сосын омыртқан арасын ашып бөліп тастауға оңай болады. Мен осылайынан алтау шығады. Мына жерде бұғана сүйектерін алып тастап, белдемен ұзын омыртқамен мойынның арасын бөлетін боламыз. Және де қолдың бір жағын алып тастаймыз. Бұл жерде сиыр петушкаға ілініп сойылып, столдың үстіне әкеліп бұзылып жатқан күйі. Безді алуды ұмытпаңыздар, аса мехат болу керек. Біреудің аузына түсіп кетіп, жиіркеніп қалуы мүмкін. Әрбір қол еттерде, сандарда бездер болады, міндетті түрде. Міне мойынды ұзын омыртқадан бөліп аламыз. Пышақты жілікке салатын болсаңыздар, арасынан жігін ажыратып отырып, тез шығаруға болады. Пікір жазып отырыңыздар. Сіздер қалай соясыздар? Өйткені мен бір жерден көрдім. Әр жерде мүшелеу әртүрлі табақтар суда өте өзгеше болады. Мұнда қабырғаларды үшке бөліп, супына қоямыз. Кастрөлге сыйымды. Мұнда екі санды ажырату.
Екі жілікті құйымшақтан бөліп аламыз. Құйымшақты балтамен шауып мұнда артқы санды бұзу әдісі. Жамбасты бөлек алып алады. Жамбасты үшке шабастар. Пышақпен тіліп қояды, сол бойынша шапсаңыздар. Мына жерде без бен тамыр болады, оны алуды ұмытпаңыздар. Мынаның ішінде де тамыр мен без болады. Тобықты жіліктен ажыратып, айналдырып, тек қана сүйекті ғана, жілікті ғана алып шығасыздар етімен. Сол кезде сом еттер бөлек астында қалып қояды. Өзінің жіктері бар, сол бойынша тіліп отырсаңыздар шатаспайсыздар. Мына жіктердің барлығын балтамен екіге бөліп тастайсыздар. Қана алдыңғы түйімшіліктің сүйегін шаппай тұрсыз. Ұзын омыртқаны бір-бірден пышақпен етін ешқайда жібермей дұрыстап кесіп жіліктеп тастау керек.